Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаңызға кеш жарық. Өткенде анау GPS қондырған кезде жолдас жігіттің мына үйірдің ішінде жүрген, үйірсімақтың атаманның үйірсімағының ішінде жүрген бір құла құнажын байталдың шоқтығына сақау ма сондай бір жара шыққан, ісіп тап-тастай болып ішінен ірің ағып, сол нетіп жүр екен. Соны сол күні өзімше енді қолымызда ондай ешқандай не болмағасын жайлап абайлап ұстап үйтіп жықтық та, сол банағы шашатын дихлофос оны мұны құрттап кетпесін деп шашып жібермедік. Сол енді бір адамдарды әкеліп өткенде бір қамағылары келген екен. Бұл екі мотоциклмен онымен қаматтапты. Жолдас жігіт мына сайдың есінде расколы бар еді. Қаматтапты, бірақ сырт көзге қарағанда сақау сияқты деп айтты дейді. Соған енді вакцинасын алып алыпты анау жолдас жігіт. Бүгін соны қамаймыз ба деп осы су атпасына келдік. Сол ар жағында шағын аралда жүр екен, кассада. Соны жолдас жігітімді жіберіп, бұл машинамен жүр. Арғы бетіне суды кешіп өтіп, малды бері қарай айдап шығарса, құдай қаласа менің де сол күні қамағанда аулам бұрынғы сиыр қора ғой енді. Былай соқтығысты заворларының бәрі шіріп тұр, сөздің шыны керек. Соны сындырды, 2-3 заворды құлатты, совсем неге келмей қалды. Бұйырса осы бүгін ертең арт жаққа аула салуға кірісемін, жер бар, өткен трактормен тегістетіп қойып едім. Енді соған жайлап қолда бар материалмен бір аула салып алу керек. Қазір енді осы ауылда бір ағамыздың арғы ауылдың ана шеті болғанда бер жағында енді сояқтағы бір ауылдас ағамыздың расколына қамағымыз келіп тұр. Срочно аула салу керек болып тұр, болмайды. Ол аулаға да үйренбеген, қазір кірмей бір белең алып кетсе қайта қашып қаматпай қояды ғой деген қорқыныш болды. Біз енді Қазекең өз сондаймыз ғой, әбден болар, бояу сіңгеннен кейін барып тыпырлаймыз, қозғаламыз. Кешіріп қойыңыздар, енді мен артық Қазекең деп айтып қойып жатсам, бірақ сөздің шыны керек. Ауруымыз асқынса да әбден асқынып барамыз больницаға. Қазір құдай қалаған жолдас жігіт бері қарай айдаса, судан бері қарай өтсе, осы жермен өтсек, былай қарай шығарып ауылға айдап кету керек. Тағы да бір айтып қояйыншы, мынау біздің ақ жай-күйі осындай, ағайын тартылып бара жатыр, бірақ дегенмен шүкір ағып жатыр ғой енді.